Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Бір бөлім сағатшының үнсіздік Алматының ескі аудандарының біріндегі шағын ғана сағат жөндеу шеберханасы. Бөлме ішінде ондаған түрлі сағаттардың сырт-сырт еткен біркелкі тыныштандыратын үні ғана естіледі. Үстел басында үлкейткіш шынысын лупа көзіне қыстырған жасы 30-дар шамасындағы ер адам отыр. Оның есімі Арман. Арманның сырт келбеті ешкімнің назарын аудартпайды. Қарапайым көзілдірік, ұқыпты таралған шаш, үстінде сұр түсті тоқыма жемпір. Ол сағаттың миллиметрлік бөлшектерін қысқышпен, пинцетпен алып, мінсіз дәлдікпен орнына қойып жатты. Оның қолдарында бірде-бір діріл жоқ. Бұл қолдар тек сағаттарды ғана емес, кезінде мүлдем басқа, әлдеқайда қауіпті механизмдерді бұзып қайта жинаған қолдар еді. Бірақ бұл туралы қазір ешкім білмейді. 5 жыл бұрын Арман өткен өміріне толықтай нүкте қойып, жалғыз анасы Зейнеп апаның жанында тыныш, қарапайым өмір сүруді таңдаған болатын. Кенеттен шеберхананың артындағы тұрғын бөлмеден Зейнеп апаның жөтелген және қағаздарды сыбдырлатқан дауысы естілді. Арман үлкейткіш шынысын үстелге қойып бөлмеге кірді. 60-тан асқан анасы диванда отырып, қолындағы қызыл мөр басылған хатты умаждап, көз жасын сүртіп жатыр екен. «Анашым, не болды?» деді Арман оның жанына тізе бүгіп. Оның дауысы әрқашанғыдай жұмсақ әрі қамқор еді. «Ештеңе емес, құлыным. Жай коммуналдық төлемдер ғой» деп Зейнеп апа хатты жастықтың астына тыға салды. Бірақ Арманның қырағы көзі конверттегі «Қаржы кран коллекторлық агенттігі» деген жазуды оқып үлгерген болатын. Арман іштей бірдеңенің дұрыс емес екенін сезді, бірақ анасын қинамау үшін артық сұрақ қойған жоқ. Ол ас үйге барып шай қоя бастады. Күтілмеген қонақтар шай қайнап үлгерген жоқ. Пәтердің ескі ағаш есігін біреу жұдырығымен емес, ауыр бәтеңкесімен күрс еткізіп тепті. Зейнеп апа шошып кетіп орнынан ұшып тұрды. Есік жұлынып ашылып, ішке қара былғары күртеше киген, шайнаңдап сағы шайнаған 3 ірі денелі жігіт кіріп келді. Олардың бастығы мойнында алтын алқасы бар, көзқарасы менмен Мақсат деген рэкетир коллектор еді. Ол босағада тұрған аяқ киімдерді теуіп жіберіп төрге қарай озды. «Қайырлы күн, Зейнеп апа. Не істеп отырмыз? Тығылмақ ойнаймыз ба?» деді Мақсат бөлменің ішін мысқылдай шолып шығып. «Біздің телефондарды көтермейтін болыпсыз ғой». Зейнеп апа қалтырап қабырғаға сүйене кетті. «Мақсат баламмен айттым ғой. Зейнетақым түскенде міндетті түрде төлеймін. Аздап күте тұрыңдаршы, күте тұрыңдар». Мақсат қарқылдап күліп жіберді. Оның қасындағы 2 жігіт те жымыңдасты. «Біз қайырымдылық қоры емеспіз». Апа. Арман ас үйден үнсіз шығып анасының алдына тұра қалды. Ол коллекторларға сырықтай тік қарап көзілдірігін сәл дұрыстап қойды. «Бұл кісі кімге, қанша қарыз? Түсіндіріңіз», деді. Арманның дауысы ешқандай эмоциясыз, тып-тыныш шықты. Мақсат Арманды жоғарыдан төмен қарай менсінбей шолып өтті. Оның алдындағы сұр жемпірлі көзілдірік таққан бұл жігіт оған шамалы ғана үрлесе ұшып кететін оқымысты болып көрінді. «О, ұлың үйде екен ғой, апа. Қорғаушың осы ма?» Мақсат қолындағы папканы ашып қағазды Арманның бетіне тақады. «Сенің анаң 6 ай бұрын сіңлісінің операциясына деп біздің компаниядан 300 000 теңге алған. Кешіктірген үшін өсімпұл, штраф, пена бәрі қосылып, қазір қарызы 2 500 000 теңгеге жетті. Несие тарих сомасы бастап қалынған қарыз 300 000 жасырын пайыздармен, өсімпұл 200 000, қазіргі жалпы қарыз 500 000. Арман қағазға көз жүгіртіп өтті. Бұл заңсыз, таза тонау екені көрініп тұрды. Бұл заңға қайшы. Сіздер сотқа беріңіздер. Негізгі қарызды біз төлейміз, бірақ мына өсімпұлдарыңыз ақылға қонымсыз», деді Арман сабырмен. Қызыл сызықтан өту бұл сөздер Мақсаттың ашуына тиді. Ол заң туралы естігенді жек көретін. «Сен маған заң үйрететін кім едің, көзілдірікті мысқыл?» деп бақырды Мақсат. Ол Арманды итеріп жібермек болып қолын созды. Бірақ Арман сәл ғана оңға бұрылып, оның қолын бос жіберді. Мақсат тепе-теңдігін жоғалтып алға қарай ұмтылғанда, оның иығы Зейнеп апаға қатты тиіп кетті. Анасы тепе-теңдігін ұстай алмай, артқа қарай құлап, басын ескі шкафтың бұрышына соғып алды. Оның қолындағы дәрілері шашылып, еденге түсті. Зейнеп апа ыңырсып басын ұстап қалды. Бөлменің ішіндегі уақыт тоқтап қалғандай болды.
Нағыз құбыжықтар ешқашан айқайламайды. Олар оянған кезде айналадағы ауа мұздап тыныштық орнайды. Арманның тамыр соғысы жиілеудің орнына керісінше баяулап кетті. Бұл оның жүйке жүйесінің экстремалды жағдайға өтуі, ұрыс режиміне қосылуы еді. Ол анасының қасына жүресінен отырып, оның басын тексерді. Қан жоқ, бірақ қатты соғылған. Ол анасын ақырын демеп диванға отырғызды. Мақсат болған жағдайға ұялған нұқылдап күлді. Көрдің бе, оқымысты. Ақшаны ертеңге дейін таппасаңдар, бұл әлі бастамасы ғана. Ертең келіп мына сағаттарыңмен үйіңді түгелдей тартып аламыз. Арман орнынан баяу тұрды. Ол көзілдірігін шешіп, үстелдің үстіне қойды. Ол Мақсатқа қараған кезде коллектордың ішінен бірдеңе зырқ ете түсті. Арманның көздері мүлдем өзгеріп кеткен еді. Онда ешқандай үрей де, адамгершілікте қалмаған, тек қара түнек, түпсіз тұңғиық бар болатын. Ертең кешкі сағат 6-ға дейін уақыттарың бар, деді Арман. Оның дауысы енді жұмсақ емес, қабірден шыққандай суға қатан еді. Сендер менің анамнан тізерлеп тұрып кешірім сұрайсыңдар. Және бұл жалған қарызды толығымен жоясыңдар. Егер осыны істемесеңдер, сендерге көмектесе алмаймын. Мақсат пен оның жігіттері бір сәтке не дерін білмей үнсіз қалды. Арманның тұрсында, оның тыныштығында әлде бір қорқынышты күш бар еді. Бірақ Мақсат өзінің авторитетін жігіттерінің алдында түсірмеу үшін күшпен күліп, сен бізді қорқытып тұрсың ба, клоун? Ертең көреміз кімнің тізерлейтінін, деді де есікті тарс жауып шығып кетті. Қара жәшіктің ортасы. Зейнеп апа тыныштандыратын дәрі ішіп ұйқыға кетті. Арман шеберханасында жалғыз отыр. Ол терезеден сырттағы қараңғылыққа ұзақ қарап тұрды. Сосын ол баяу басып бұрышта тұрған ауыр темір сейфтің қасына келді. Ол бұл сейфті соңғы 5 жылда бірде-бір рет ашпаған еді. Ол сейфтің құпия сөзін теріп, саусақ ізін басты. Ауыр есік сырт етіп ашылды. Ішінде ақша да, сағаттар да жоқ еді. Онда 5 түрлі есімге жазылған шетелдік төлқұжаттар, паспорттар, ондаған қолданылмайтын телефондар, оқ-жатарларға толы қара күңгірт Глок 19 тапаншасы және қара титаннан жасалған. Бетінде айқасқан 2 семсердің бейнесі бар ескі жүзік жатыр еді. Бұл жүзік халықаралық көлеңкелі синдикаттарды тазалайтын, тіпті арнайы қызметтердің өз атын атауға қорқатын элиталық топтың, тазартушылардың белгісі болатын. Ал Арман сол топтың ең мықты, ең аяусыз жауынгері, көлеңке лақап атымен белгілі аңыз адам еді. Арман қара титан жүзікті алып, саусағына тақты. Сағатшының мейірімді көзқарасы толығымен өшті. Ертең оларға көмектесе алмайтынымды айттым ғой, деп күбірледі ол. Тапаншасын алып, оқ жатарын тексеріп жатып көлеңке оянды. Ал коллекторлар өздерінің кімнің есігін қаққанын әлі білген жоқ. 2 бөлім. Тик-так. Уақыт бітті. Таңертеңгі сағат 8. Алматының көшелері енді ғана оянып, көлік кептелісі басталып жатқан кез. Арман Зейнеп апаға өзінің қолымен дәмді таңғы ас дайындап берді. Түндегі оқиғадан кейін анасының жүзінде әлі де үрейдің ізі бар еді. Анашым, сіз соңғы кездері қатты шаршап жүрсіз, деді Арман даусын барынша жұмсақ шығарып. Мен сізге тау бөктеріндегі жабық шипажайға 1 апталық жолдама алдым. Ол жердің ауасы таза, дәрігерлері жақсы. Менің ескі досым сол жақта жұмыс істейді, бәрін ұйымдастырып қойды. Зейнеп апа ұлына таңғала қарады. Құлыным-ау, оған қаншама ақша керек? Ал баяғы коллекторлар ше? Олар бүгін келеміз деді ғой. Уайымдамаңыз, мен банкпен сөйлестім, мәселені заң жүзінде шешетін болдық. Олар енді бізді мазаламайды. Арман жымиып анасының қолынан сүйді. Оның бұл өтірігі өміріндегі ең қажетті, қасиетті өтірік еді. Ол анасының мына үйде алда болатын қанды қырғынның ортасында қалғанын қаламады. Түске таман арнайы жалдаған сенімді көлік келіп, Зейнеп апаны тауға алып кетті. Анасы қауіпсіз жерде. Енді Арманның қолы толықтай босады. Ол енді мейірімді ұл емес, қателікті кешірмейтін жауынгер еді. Шеберханадағы дайындық кешкі сағат 17:30. Арман шеберханасының есігіндегі маңдайшаны жабық деп аударып қойды. Бөлменің ішіндегі жарықтың басым бөлігін өшіріп, тек өзінің жұмыс үстеліндегі кішкене ғана үстел шамын қалдырды. Айналада ондаған сағаттардың сырт-сырт еткен бір келкүні ғана естіледі.
Бұл үн бейне бір-біреудің өмірінің соңғы секундтарын санап жатқандай сезіледі. Арман қару қолданбауға шешім қабылдады. Оқ ату, артық шу, полиция және қажетсіз назар аударту деген сөз. Оның үстіне мынандай ұсақ бұзақыларға оқтың обал екенін ол жақсы білетін. Ол терезелердегі қалың темір жалюзилерді, қорғаныс перделерін түсіріп, есіктің құлпын қашықтан басқарылатын электронды режимге ауыстырды. Арман ортадағы ескі ағаш орындыққа жайғасып көздерін жұмды. Оның тыныс алуы баяулап, жүрек соғысы минутына 40 ретке дейін төмендеді. Ол көлеңке режиміне толықтай енді. Сағат дәл 18:00 есіктің тұтқасы жұлқына тартылды. Содан кейін есік күшпен итеріліп, шеберханаға Мақсат пен оның 3 жігіті кіріп келді. Олар кешегіден де қарулырақ әрі агрессивті көрінді. Оқымысты. Неге жарықты сөндіріп тастағансың? Ақшаны дайындадың ба? Деп бақырды Мақсат бөлмеге кіре бере. Арман үстелдің үстіндегі кішкене батырманы басып қалды. Тарс. Олардың артындағы қалың темір есіктің электронды құлпы жабылып, темір ілгектер орнына түсті. Бөлме нағыз қақпанға айналды. Мақсаттың жігіттері артына бұрылып, есікті жұлқып көрді. Ашылмайды, бұл не деген қалжың, көзілдіріп. Аш есікті, деді Мақсаттың даусында сәл үрей пайда болып. Ол Арманның үнсіздігінен бөлмедегі қараңғылықтан өзін жайсыз сезіне бастаған еді. Арман көзін ашты. Оның қарашықтары қараңғылыққа әлдеқашан бейімделіп алған. Қарсыластарды тактикалық бағалау. Арманның миындағы 1 секунд. Қарсылас қаруы ерекшелік, тактикалық әлсіздік. Мақсат басшы, қарусыз, тек бұйрық береді. Психологиялық тұрғыдан осал, қорқақ, бірінші күзетші, қара күртеше, жұдырығына темір кастет киген, денесі тым ауыр, соққыны кең сілтейді. Екінші күзетші, тақырбас, қалтасында жиналмалы пышақ бар, шапшаң, бірақ аяқпен тұрағы нашар. Үшінші күзетші, спорттық киім, бейсбол таяқшасы, артта тұр, кеңістігі шектеулі. Кеше мен сендерге не айтқаным естеріңде ме? Деді Арманның су, металл сияқты қатаң дауысы қараңғы бұрыштан естіліп. Мен сендерге тізерлеп тұрып кешірім сұрауға уақыт бердім. Бірақ сендер уақытты бағаламадыңдар. Ал бұл бөлмеде уақыт тек маған бағынады. Қасқырлар қойдың терісін жамылған кезде олар қой емес, қасқыр қалпында қалады. Ал аңшы қойдың терісін жамылғанда бұл ажалдың жақындағанның белгісі. Көлеңкенің беймақсат ашуға булығып, құртыңдар мынаны. Үйін тасталқан етіңдер, деп бұйырды. Бірінші болып қара күртешелі, қолына темір кастет киген дәу жігіт ұмтылды. Ол Арманның басына қарай оң қолымен ауыр соққы жасады. Бірақ ол бос ауаны ұрды. Арман орнынан тұрған жоқ, ол тек креслосымен сәл артқа сырғып кеткен еді. Оның есесіне дәу жігіт алға қарай ұмтылған инерциясымен тепе-теңдігін жоғалтқан сәтте, Арман оның тізе буынының бүйірінен өз бәтеңкесінің ұшымен қатты, дәл соққы жасады. Сүйектің сырт еткен дыбысы бөлме ішіндегі сағаттардың үнін басып кетті. Дәу жігіт бақырып еденге құлады. Оның аяғы табиғи емес, бұрышқа қайырылып қалған еді. Бұл көрініс небәрі 2 секунд ішінде болды. Қалған 2 жігіт не болғанын түсінбей де қалды. Тақырбас күзетші қалтасынан пышағын суырып алып, Арманға қарай атылды. Арман енді орнынан найзағайдай жылдамдықпен көтерілді. Пышақ оның тамағына жақындағанда ол сәл еңкейіп, күзетшінің қару ұстаған қолын білегінен шап беріп ұстап алды. Қасым білекті кілт бұрап, оның өз пышағын өзінің санына терең етіп сұғып жіберді. Тақырбас шыңғырып қаруын тастай салды. Арман оны жағасынан ұстап, қабырғадағы ескі ағаш шкафқа бар күшімен лақтырып жіберді. Шкафтың әйнегі шағылып, жігіт ес-түссіз сұлап түсті. Үшінші күзетші қолындағы бейсбол таяқшасын көтеріп, артқа қарай шегіне бастады. Ол Арманның адам емес, әлде бір машина екенін түсінген еді. Келме маған. Ұрып өлтіремін, деп бақырды ол қалтырап. Арман оған қарай баяу қадаммен жақындады. Күзетші таяқты бар күшімен сілтегенде, Арман оң қолымен таяқтың ағаш сабынан ұстап қалып, сол қолының алақанымен күзетшінің тамағынан, кеңірдегінен соққы жасады. Жігіттің ауасы тарылып, таяқты тастай салып, тамағын ұстап еденге шөге кетті. Небәрі 20 секунд өтті. Үш еңгезердей күзетші еденде ыңырсып, қансырап, бірінің аяғы сынып жатты. Ал Арманның демі тіпті жиілегенде жоқ. Оның сұр жемпірінің бірде-бір жібі қисайған жоқ. Ол көзілдіргін шешіп, үстелге қойды. Тізерлеген өркөкірекенді бөлмеде тек Мақсат пен Арман ғана аяғынан тік тұр.
Мақсаттың түрінен қан қашып көздері бақырайып кеткен. Кешегі менмен кекірейген коллектор қазір бұрышқа тақалған. Қорқыныштан шалбарын бүлдіріп қоюға шақ қалған бейшараға айналды. Ол есіктің тұтқасын жұлқылап сыртқа шығуға тырысты, бірақ Болат есік мызғымады. Арман оған қарай баяу қадаммен жақындады. Оның әрбір басқан қадамы Мақсаттың жүрегін тоқтатып тастайтындай еді. Мен саған тиіскен жоқпын, деп қалтырады Мақсат, екі қолын алға созып қорғанып. Ақша керек емес. Апаның қарызы жойылды. Бәрі бітті, жіберші мені. Арман оның жағасынан ұстап, үстелдің үстіне лақтырып жіберді. Оның дауысы ешқандай эмоциясыз, мұздай суық шықты. Кеше сен менің анамды итеріп жібердің. Ол басын соғып алды. Сен оның дәрілерін таптадың. Мен саған кешірім сұрауға уақыт бердім, бірақ сен күлдің. Енді күлкің қайда? Мақсат. Арман Мақсатты шашынан жұлқа тартып, еденге тізерлетіп қойды. Тізерле дедім. Арманның бұйрығы бөлмеде найзағайдай күркіреді. Мақсат тізерлеп отырып жылап жіберді. Оның барлық тәкаппарлығы сынып күл талқан болды. Кешір мені. Мен ақымақпын. Бізді жіберген агенттіктің бастықтары ғой. Мен жай ғана орындаушымын. Өтінемін, өлтірмеші, телефонды шығар, деді. Арман оның төбесінен төніп тұрып, Мақсат дірілдеген қолдармен қалтасынан телефонын шығарды. Сенің агенттігіңнің мәліметтер базасына, база данных кір. Анамның аты жөнін тап. Қарыз сомасын нөлге теңестір және толық өтелді деген статус қой. Тез. Мақсат 2 минут ішінде барлық операцияны жасап, телефонның экранын Арманға көрсетті. Шынымен де Зейнеп апаның қарызы ресми түрде жойылған еді. Бірақ Арман мұнымен тоқтамады. Ол базадағы агенттіктің мекен-жайына және бастығының есіміне көз жүгіртті, оның назарын бір нәрсе аударды. Агенттіктің ресми құрылтайшысы Сұңқар инвестициялық тобы. Ал оның артында қаланың ең қауіпті қылмыстық синдикаттарының бірін басқаратын, лақап аты Батыр деген қандықол қарақшы тұрғанын Арман өз тәжірибесінен жақсы білетін. Бұл жай ғана ұсақ коллекторлар емес, халықтың қанын сорып отырған үлкен қылмыстық жүйенің бір бөлшегі екен. Арман телефонды Мақсаттың бетіне лақтырды. Сендер менің анамның көз жасы үшін жауап бердіңдер. Бірақ сендердің артыңда тұрған мына Батырдың жүйесі мыңдаған аналарды жылатып отыр. Мен оған барамын. Арман пультпен есіктің құлпын ашты. Күшіктеріңді жинады. Қаладан жоғал. Егер сенің немесе сенің адамдарыңның қарасы менің үйіме 1 шақырым жақындаса, келесі жолы мен сендердің сүйектеріңді сындырмаймын. Мен оларды ұнтақтаймын. Түсіндің бе? Мақсат басын жерге тигізе изеді. Ол орнынан әрең тұрып, ыңырсыған жігіттерін сүйреп, шеберханадан қашып шықты. Олар артына да қарамастан қараңғы көшеге сіңіп кетті. Шеберханада қайтадан тыныштық орнады. Тек сағаттардың сырт-сырт еткен үні ғана естіледі. Арман едендегі қан тамшыларын сүртіп, үстелінің үстіндегі көзілдірігін қайта тақты. Бірақ ол енді сағатшы емес еді. Оның көзқарасы алысқа, Сұңқар тобының зәулім ғимаратына бағытталған болатын. Аң аулау басталды. 3 бөлім. Көлеңкенің оралуы. Алматының түнгі аспанында қара бұлттар қоюланып, қаланы майда жаңбыр жуып жатты. Арман шеберханасының жертөлесіндегі ескі темір сейфтің алдында тұр. Ол өзінің сұр тоқыма жемпірімен көзілдірігін шешіп, бір жола шетке сырып қойды. Енді оның орнында жұмсақ мінезді сағатшы емес, әрбір бұлшық еті серіппедей тартылған, көздерінде ешқандай аяушылық жоқ, ажал періштесі тұр еді. Ол үстіне қара түсті тактикалық форма, дыбыссыз жүруге арналған жеңіл әскери бәтеңке киді. Сейфтің ішінен қара күңгірт Glock 19 тапаншасын алып, оған дыбыс өшіргіш, глушитель бұрап бекітті. Оның қаруына толық сенімді екені әрбір қимылынан байқалады. Соңында ол белдігіне өзінің бұрынғы өмірінен қалған ең қауіпті қаруын, қара титаннан соғылған, жүзіне қан қататын арнайы десанттық қанжарын қыстырды. Арман шеберханадан шығып, түнгі қаланың қараңғылығына сіңіп кетті. Оның нысанасы анық, қаланың орталығында орналасқан әйнекпен қапталған 20 қабатты зәулім ғимарат.
Бұл жерде ресми түрде Сұңқар инвестициялық тобы орналасқан деп жазылғанымен, шын мәнінде бұл ғимарат мыңдаған қарапайым халықты қарызға батырып, қандарын сорып отырған батырдың қылмыстық империясының жүрегі болатын. Қорқақтардың ақталуы. Дәл осы уақытта ғимараттың 15-ші қабатындағы сән салтанатқа толы кең кабинетте батырдың оң қолы коллекторлық желінің басқарушысы Руслан отырған еді. Ол қымбат темекісін бұрқыратып, алдында екі бүктетіліп, қалтырап тұрған Мақсатты тыңдап отырды. Мақсаттың киімдері жыртылған, бет-аузы қан, ал қасындағы жігіттері ауруханаға кеткен болатын. Сен маған бір ғана оқымысты сағатшы төртеуіңді ұрып тастады деп тұрсың ба? Русланның дауысы кабинеттің ішінде жаңғырып шықты. Ол ашуланғаннан қолындағы күлсалғышты қабырғаға үріп жіберді. Сендер агенттіктің атына кір келтірдіңдер. Бір кемпірдің қарызын өндіре алмай, таяқ жеп келгендерің үшін батыр бәріміздің терімізді тірідей сыпырады. Руслан аға, ол жай адам емес. Оның көздерін көрсеңіз. Ол біздің жігіттің аяғын бір секундта сындырып тастады. Біз тіпті оның қалай қимылдағанын да байқамай қалдық. Ол батырдың өзіне барамын деді. Деп жалынды Мақсат еденге шөге түсіп. Руслан қарқылдап күліп жіберді. Батырға барамын дейді. Бұл ғимаратта 40-тан астам қарулы күзетші бар. Оның әрбір бұрышы камерамен бақыланады. Ол сағатшы мұнда тіпті жақындай да алмайды. Мен оның үйіне қазір нағыз тазартушыларды жіберемін. Анасымен қосып үйін өртеп жіберіңдер. Руслан үстеліндегі рацияны алып күзет бастығына бұйрық бермекші болды. Бірақ рациядан тек ызыңдаған кедергі помеха дыбысы ғана шықты. Кабинеттегі жарық кенеттен жыпылықтап толығымен сөніп қалды. Терезеден түскен көше шамдарының әлсіз сәулесі ғана бөлменің ішін сәл көрінетіндей етті. Күзет, не болып жатыр? Деп айқайлады Руслан, үстелінің тартпасынан тапаншасын жұлып алып. Сендер өздеріңді қараңғылықтың қожайынымыз деп ойлайсыңдар. Бірақ қараңғылықта сендерден де қорқынышты нәрселер өмір сүретінін ұмытпаңдар. Жоғарғы қабаттағы үнсіздік. Бұл кезде Арман ғимараттың ішіне әлдеқашан кіріп қойған еді. Ол басты есіктен емес, ғимараттың артқы жағындағы желдеткіш шахтасы арқылы көтерілген. Оның қолындағы шағын электронды құрылғы ғимараттың бүкіл бейне бақылау камераларын өшіріп, электр қуатын тұйықтап тастаған болатын. 15-ші қабаттың дәлізінде толық қараңғылық орнады. Арманның көздері түнгі көруге әлдеқашан дағдыланған. Дәлізде Русланның жеке қорғаушылары қаруланған 5 жігіт алаңдап, қолшамдарын, фонариктерін қосып жүрді. Арман үшін бұл жігіттер жай ғана қозғалатын манекендер еді. Ол дәліздің төбесіндегі аспалы құрылымнан подвесной потолок мысықша секіріп түсті. Ешқандай дыбыс шыққан жоқ. Ең артта тұрған күзетші ту сыртынан суық ауаны ғана сезіп үлгерді. Арман оның аузын сол қолымен қапсыра жауып, оң қолымен желкесіндегі ұйқы артериясын қатты басты. Жігіт 3 секундта есінен танып, еденге үнсіз сылқ түсті. Қалған төртеуі ештеңе байқамады. Арман көлеңке сияқты қабырға бойымен сырғып, келесі күзетшінің қасына жетті. Бұл жолы ол күзетшінің қолындағы қолшамды қағып жіберіп, дәл иегінен ауыр соққы жасады. Жігіт қабырғаға соғылып құлады. Дыбысты естіген алдыңғы 3 күзетші бұрылып, тапаншаларын кезенді. Ол осында. Атыңдар. Бірақ Арман олардың көздеу сызығында жоқ еді. Ол жерге жата қалып, алға қарай сырғанап барып, алдыңғы 2 күзетшінің аяғынан шалып құлатты. Олар еденге гүрс етіп түскенде, Арман біреуінің тапанша ұстаған қолын бұрап, екіншісінің кеудесіне тізесімен ауыр соққы берді. Соңғы қалған күзетші қорқыныштан бейберекет оқ ата бастады. Бірақ қараңғылықта оның оқтары қабырғаларды ғана тесіп жатты. Арман оның қаруын қағып ұшырып, тамағынан қысып, есінен тандырды. Небәрі 40 секунд. 5 кәсіби қарулы күзетші еденде сұлап жатыр. Арманның демі де жиілеген жоқ. Ол Русланның кабинетінің ауыр есігіне жақындады. Кабинеттегі сот. Руслан есікке тапаншасын кезеніп тұр. Оның артында Мақсат бұрышқа тығылып, қолымен басын жауып алған. Есік баяу, сықырлай ашылды. Босағада қараңғылықпен біте қайнасып кеткен Арманның сұлбасы көрінді.
Ол қолындағы тапаншасын төмен түсіріп ұстаған, ешқандай агрессия көрсетпей, баяу қадаммен ішке кірді. Тоқта, атамын. Бір қадам жасасаң миыңды шашамын. Деп бақырды Руслан, оның дауысы дірілдеп тұрды. Ол сырттағы 5 күзетшісінің үнсіз қалғанын түсінген еді. Арман тоқтаған жоқ. Сенің қолың дірілдеп тұр, Руслан, сен бейшараларды, қарызға батқан қарияларды қорқытып үйренгенсің. Ал нағыз өліммен көзбе-көз келгенде, сенің ішіңдегі қорқақтық сыртқа шықты. Руслан шыдамай шүріппені басып қалды. Тарс. Оқ Арманның құлағының тұсынан өтіп қабырғаға тиді. Арман көзінде жұмған жоқ. Ол найзағайдай жылдамдықпен алға атылып, Русланның екінші рет оқ атуына мүмкіндік берместен, оның қару ұстаған қолының білегін шап беріп ұстап, төмен қарай кілт қайырды. Руслан бақырып жіберіп, тапаншасын түсіріп алды. Арман оны мойнынан ұстап, ауыр емен үстелдің үстіне сарт еткізіп жатқызды. Оның қара титан жүзігі бар қолы Русланның тамағын қысып тұрды. Бұрыштағы Мақсат бұл көріністі көріп, есінен танып қала жаздады. Ол кешегі сағатшының қарапайым адам емес, нағыз құбыжық екеніне енді толық көзі жетті. Мен саған не істедім? Біз сенің анаңның қарызын кештік қой. Бәрі бітті емес пе? Деп ыңырсыды Руслан, демі жетпей. Бұл енді менің анам туралы емес, деді Арман суық үнмен. Ол бос қолымен күртешесінен кішкене флешка сияқты электронды құрылғыны шығарды. Бұл мыңдаған жылаған аналар мен қорланған әкелер туралы. Мен сендердің жүйелеріңді ішінен жоямын. Арман құрылғыны Русланның үстеліндегі бас компьютерге жалғады. Бұл қарапайым вирус емес, әскери деңгейдегі өшіргіш бағдарлама еді. Компьютердің экраны бірден қызыл түске боялып, сервердегі барлық мәліметтер, несие тарихтары, бопсалау арқылы жасалған келісімшарттардың көшірмелері көз алдарында түгелдей жойылып бастады. Русланның көзі шарасынан шықты. Жоқ, бұл бүкіл империяның мәліметтері. Батыр мені тірідей сояды. Ол сені де жер астынан болса да тауып алады. Бұл көптеген ықпалды адамдардың ақшасы. Бағдарлама өз жұмысын аяқтап, сервер толығымен жанып күйіп иісі шықты. Барлық қарыздар мыңдаған адамның мойнындағы бұғау бір секундта жоқ болды. Арман құрылғыны жұлып алып, Русланды жібере салды. Руслан еденге құлап жөтеліп жатты. Батырға сәлем айт, деді Арман теріс айналып, есікке қарай беттеп. Оған айт, егер ол осы істі тоқтатпаса, келесі жолы мен оның мәліметтерін емес, оның өзін өшіремін. Бұл менің соңғы ескертуім. Арман Мақсаттың қасынан өтіп бара жатып тоқтады. Мақсат дірілдеп, бұрышқа одан сайын тығыла түсті. Сен тірі қалдың, себебі маған жол көрсеттің. Енді бұл қаладан жоғал, деді Арман. Ол кабинеттен үнсіз шығып кетті. Дәлізде ес-түссіз жатқан күзетшілердің ортасымен жүріп өтіп, қараңғылыққа қайтадан сіңіп кетті. Руслан еденде жатқан күйі қалтыраған қолдармен Батырдың жеке нөміріне қоңыраушыла бастады. Ол қорқыныштан не айтарын білмеді. Өйткені ол Батырдың бұл қорлықты кешірмейтінін, енді бүкіл қалада нағыз қанды соғыс басталатынын жақсы түсінген еді. 4 бөлім. Айдаһардың ашуы және тау басындағы қауіп. Алматының тау бөктерінде орналасқан, айналасы биік тас дуалмен қоршалған зәулім сарай. Бұл жерге қарапайым адам түгілі, полицияның өзі себепсіз кіре алмайды. 3-ші қабаттағы кең панорамалық терезеден түнгі қаланың жарықтары алақандағыдай көрінеді. Бөлме ішінде қымбат темекінің, сигара иісі аңқиды. Былғары креслода қаланың көлеңкелі экономикасының тең жартысын басқарып отырған Сұңқар синдикатының қожайыны Батыр отыр. Батыр көше бұзақысы емес. Ол 50-лер шамасындағы мінсіз тігілген костюм киген, сөзі салқын, білімі жоғары, ақылды стратег. Ол шахмат тақтасының алдында кезекті жүрісін ойлап отырғанда, үстел үстіндегі шифрланған телефон шыр етті. Бұл Русланның нөмірі еді. Батыр телефонды құлағына басты. Ол арғы жақтан ентігіп қалтырап сөйлеген Русланның сөздерін үнсіз тыңдап шықты. Руслан бір ғана адамның бүкіл қауіпсіздік жүйесін бұзып, 40 күзетшіден өтіп, сервердегі миллиардтаған теңгенің қарыздық базасын жойып жібергенін айтып, ақталып жатты. Батырдың жүзінде ешқандай бұлшық ет қозғалған жоқ. Ол сигарасын күлсалғышқа баяу басып сөндірді де, тып-тыныш дауыспен жауап қатты.
Сен маған 20 жыл бойы жинаған менің империямның дерекқорын бір ғана көзілдірікті сағатшы жойып жіберді деп тұрсың ба, Руслан? Батыр аға, ол жай сағатшы емес. Ол елес сияқты. Ол біздің жігіттерді қарусыз-ақ сұлатып салды. Вирус. Ол вирус өте күрделі әскери бағдарлама. Ол сізге де барамын деп уәде берді. Мен қателігімді түзеймін. Батыр ауыр күрсінді. Иә, Руслан, түзейсің, бірақ бұл өмірде емес. Телефон өшті. Батыр креслосынан тұрып, есік алдында мүсіндей қатып тұрған өзінің жеке оққағарына бас изеді. Оққағар бәрін сөзсіз түсінді. Русланның өмірі осы түнде аяқталуы тиіс еді. Қателік кешірілмейді. Үлкен билік үлкен қатыгездікті талап етеді. Патша өз әскерінің қорқынышын жеңу үшін әуелі өз сәтсіздіктерін жасыратын әлсіздерден құтылуы керек. Көлеңкенің ізін кесу. Жарты сағаттан кейін Батырдың кабинетіне синдикаттың ең үздік ит маманы, хакер кіріп келді. Ол өзімен бірге сервер бөлмесінен аман қалған жалғыз бейне бақылау камерасының үзіндісін әкелген еді. Камера ғимараттың артқы жағындағы бұрышты түсірген. Экранда қараңғыда қозғалған Арманның сұлбасы көрінді. Оның 5 күзетшіні қалай үнсіз, көз ілеспес жылдамдықпен сұлатып түсіргені жазылып қалыпты. Батыр бейне жазбаға мұқият қарап тұрып, көздері сығырайып кетті. Мына қимылдар. Бұл жай ғана төбелес емес. Бұл жақын қашықтықтағы ұрыс жүйесінің ең жоғарғы деңгейі. Ол қарсыластың буындары мен жүйке нүктелерін дәлме-дәл ұрып жатыр. Мұндай дайындықтан тек арнайы қызметтің ең жабық, элиталық эскадрондар ғана өтеді. Бұл кім? Хакер пернетақтаны жылдан басып. Оның анасы Зейнеп Омарова біздің коллекторлық тізімде болған. Бірақ ұлының ресми құжаттарында ол жай ғана сағат жөндеуші ретінде тіркелген. Дегенмен, мен оның биометриялық деректерін мемлекеттік әскери архивтер арқылы тексеріп көрдім. Оның ісі толығымен аса құпия деген грифпен бұғатталған. Ол туралы ешқандай ақпарат жоқ. Ол қағаз жүзінде өмір сүрмейтін адам, Батыр аға. Ол көлеңке. Батырдың жүзінде алғаш рет қызығушылық пен қауіптің аралас сезімі пайда болды. Ол өз өмірінде талай шешендік бандиттер мен шенеуніктермен соғысқан. Бірақ мемлекеттің өз атын жасырған елеспен ешқашан бетпе-бет келіп көрмеген еді. Оның әлсіз жері бар ма? Деді Батыр. Анасы, ол бүгін таңертең анасын қаладан шығарып жіберді. Бірақ ол бір қателік жасады. Анасының тау бөктеріндегі Ақбұлақ жабық шипажайына жатқанын оның досы өзінің жеке банк картасы арқылы төлепті. Біз сол транзакцияны, төлемді ұстап қалдық. Кемпір қазір таудағы шипажайда. Батырдың еріндеріне жымиған күлкі үйірілді. Нағыз жыртқыштың күлкісі. Қасқырды апанынан шығару үшін оның бөлтірігіне немесе анасына тиісу керек. Бөрілер тобын шақыр. Тауға барып кемпірді маған тірідей алып келсін. Ал егер ана сағатшы кедергі жасаса, оны сол жерде бөлшектеп тастасын. Бөрілер бұл Батырдың ең элиталық, бұрынғы жалдамалылардан құралған, ауыр қаруланған жазалау тобы еді. Олар ақша үшін кез келген адамды жер бетінен өшіруге дайын кәсіби өлтірушілер болатын. 12 қарулы адам мінген 3 қара жолтаңға бас, внедорожник, тауға қарай жол тартты. Дабыл және өкініш. Дәл осы уақытта Арман өзінің шеберханасында қаруларын тазалап келесі шабуылға дайындалып жатқан болатын. Оның алдындағы үстелде Батырдың империясына тиісті нысандардың картасы жайылған. Ол бүгін түнде олардың басты қаржы орталығын жаруды жоспарлап отырған. Кенеттен оның құпия қорғалған ноутбугінде қызыл дабыл жанды. Бұл бағдарлама Арманның және оның жақындарының есімдері қандай да бір дерекқордан ізделген жағдайда ескерту беретін арнайы алгоритм еді. Экранда Зейнеп Омарова мекенжайы, Ақбұлақ шипажайы. Сұраныс жіберілді деген жазу пайда болды. Арманның жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Бұл қорқыныш емес, өзін-өзі жек көру сезімі еді. Ол анасын қауіпсіз жерге тықтым деп ойлап, досының атына сенген болатын. Бірақ Батырдың хакерлерінің мүмкіндігін төмен бағалап, үлкен қателік жібергенін түсінді. Оның бір ғана қателігі анасының өміріне қауіп төндірді. Көлеңкенің көздеріндегі салқындық нағыз жабайы қаһарға ұласты.
Ол уақыт жоғалтпастан қару-жарағын жинады. Жеңіл кевлар, бронежилет, 2 тапанша, қосымша оқ-жатарлар және тактикалық пышағы. Ол шеберханадан атылып шығып, алдын ала дайындап қойған спортты қара мотоцикліне мінді. Мотордың ақырған үні түнгі көшені жаңғыртты. Арман Алматының бос көшелерімен сағатына 180 шақырым жылдамдықпен тауға қарай ұшты. Жел оның бетін тіліп, жаңбыр тамшылары оқтай тиіп жатты, бірақ ол ештеңені сезген жоқ. Оның миында тек бір ғана мақсат: үлгеру керек. Оларға анама тиісуге жол бермеймін. Тау басындағы қоршау. Түнгі сағат 3. Тау ішіндегі Ақбұлақ шипажайы қалың қарағайдың арасында тып-тыныш ұйқыда жатқан еді. Күзет будкасындағы ескі күзетші шай ішіп отырғанда, қақпаның алдына фараларын сөндірген 3 қара жолданға бас келіп тоқтады. Көліктерден үнсіз, кәсіби түрде 12 қара киімді. Беттерін маскамен тұмшалаған, қолдарына дыбыс өшіргіші бар автомат ұстаған адамдар түсті. Бұлар батырдың бөрілері еді. Топ басшысы Тарлан күзет будкасына баяу жақындап терезені қақты. Күзетші терезені ашқан сәтте, Тарлан оның тамағына электрошокер тақап, есінен тандырып тастады. Қақпа үнсіз ашылды. Олар шипажайдың ішіне кіріп, алдын ала берілген бөлме нөміріне 312-ші палатаға қарай бағыт алды. Зейнеп апа сол жерде ештеңеден бейхабар тәтті ұйқыда жатқан болатын. Бөрілер дәлізбен үнсіз жылжып келе жатты. Олар әрбір бұрышты кәсіби түрде тексеріп, мақсатына жақындады. 312-ші бөлменің алдына келгенде, Тарлан жігіттеріне есікті бұзуға ишарат етті. Бірақ олар есікке жете бергенде, ғимараттың сыртындағы аулада мотоцикл моторының гүрілдеп келіп тоқтаған дыбысы естілді. Мотор өшті. Тарлан рациясын қосып, төменде қалдырған 2 жігітіне байланысқа шықты. Төменде не шу? Кім келді? Рациядан жауап болмады. Тек біреудің ауыр дем алып, сүйегінің сырт етіп сынған дыбысымен жерге құлаған күрсіл ғана естілді. Содан кейін рациядан мұздай суық, өлімнің лебі есетін дауыс шықты. Егер сендер сол есіктің тұтқасына қол тигізсеңдер, бұл бөлмеден сендердің тек бөлшектенген денелерің ғана шығатын болады. Мен көтеріліп келемін. Тарланның көздері шарасынан шықты. Ол өз өмірінде талай қауіпті көрген, бірақ мына дауыстың ішіндегі қорқыныш оның сүйегіне дейін жетті. Бұл сағат емес еді. Бұл өлімнің өзі болатын. Қорғанысқа көшіңдер. Ол баспалдақпен келе жатыр. Барлық оқты соған бағыттаңдар. Деп бақырды Тарлан, автоматын баспалдаққа қарай кезеніп. Түн ортасындағы шипажай дәлізі нағыз соғыс алаңына айналғалы тұр. 5 бөлім. Қараңғыдағы аңшылық және бөрілердің ақыры. Түн жарымы. Ақбұлақ шипажайының 3-ші қабатындағы ұзын дәліз. Бұл жердегі ауа тым ауырлап кеткендей еді. Батырдың ең таңдаулы жалдамалылары бөрілер тобының 10 адамы баспалдаққа және лифт есігіне қаруларын кезеніп, демдерін ішіне тарта күтіп тұрды. Олардың қалған 2 серігі төменгі қабатта үнсіз қалған. Рациядан тек сылдырлаған кедергі дыбысы помеха ғана естіледі. Топ басшысы Тарлан өзінің түнгі көру құрылғысын пынып, басына іліп, жігіттеріне саусағымен бұйрық берді. Оның маңдайынан суық тер бұрқ етті. Ол талай қарулы қақтығыстарды көрген, бірақ дәл қазіргідей белгісіздіктен туындаған қорқынышты ешқашан сезініп көрмеген еді. Төменнен баспалдақпен көтерілген аяқ киімнің немесе қарудың сыртылы естілуі тиіс қой. Бірақ ештеңе жоқ. Мүлдем тып-тыныш. Кенеттен дәліздегі жарық жыпылықтап, сарт етіп сөніп қалды. Тек терезеден түскен айдың әлсіз сәулесі ғана дәліздің ортасын сәл көлеңкелеп тұр. Түнгі режимді қосыңдар. Ол келе жатыр. Деп сыбырлады Тарлан, 10 жауынгердің көзілдіріктері жасыл түспен жарқырап, дәлізді бақылай бастады. Бірақ олар ең басты тактикалық қателік жіберген еді. Олар жауды тек алдыңғы жақтан баспалдақтан күтті. Ал көлеңке ешқашан жау күткен жерден келмейтін. Өлім періштесінің келуі. Дәліздің ең соңындағы, олардың ту сыртында орналасқан желдеткіш люгі, вентиляция үнсіз ғана ашылды. Арман ғимараттың сыртқы қабырғасымен, жалаң қолмен 3-ші қабаттың балконына өрмелеп шығып, олардың артына әлдеқашан өтіп кеткен болатын. Ол төбеден қара мысықша ешқандай дыбыс шығармастан еденге түсті.
Оның үстіндегі арнайы тоқылған қара тактикалық формасы дене жылуын сыртқа шығармайтындықтан, жалдамалылардың жылу сезгіш, тепловизор құралдары оны тек бөлме температурасындай ғана көріп, адам ретінде тани алмады. Арман өзінің дыбыс өшіргіші бар Glock 19 тапаншасын көтеріп, ең артта тұрған екі жауынгерді көздеді. Бұл кек алу немесе ашуланған адамның атысы емес еді. Бұл хирургиялық дәлдікпен жасалған операция болатын. Пыт. Дыбыс өшіргіштен шыққан екі әлсіз дыбыс қана естілді. Ең артта тұрған екі бөрі тізелері бүгіліп, бастарындағы дулығалары еденге сырт етіп тиіп үнсіз құлады. Олардың қасындағы үшінші жауынгер бұрылып қарап, өз серіктерінің жерде жатқанын көрді де, қорқыныштан бақырып жіберді. Ол артымызда, артта. Дәліз ішінде нағыз хаос басталды. Жалдамалылар артқа бұрылып, қараңғылыққа қарай бей-берекет оқ жаудыра бастады. Автоматтардың оты дәлізді жарқыратып жіберді, оқтар қабырғаларды тесіп шаң бұрқырады. Бірақ Арман ол жерде жоқ еді. Ол оқ атылған сәтте еденге жата қалып, алға қарай сырғып, олардың дәл ортасына кіріп кеткен болатын. Қараңғылықтағы би. Арман тапаншасын орнына салып, белдігінен қара титан қанжарын суырып алды. Жақын қашықтықта мынандай тар дәлізде оқ ату өзіне де қауіпті екенін ол жақсы білетін. Ол алдында тұрған төртінші жауынгердің аяғынан шалып құлатты да, ол еденге түскенше оның мойын омыртқасының тұсынан пышақтың сабымен жойқын соққы жасады. Жігіт есінен танып қалды. Бесіншісі Арманға қарай автоматын кезенбек болғанда, Арман оның қаруын сол қолымен қағып жіберіп, оң қолындағы қанжардың жүзімен оның қару ұстаған қолының сіңірін кесіп жіберді. Қан шапшып, автомат жерге түсті. Арман оны итеріп жіберіп келесі нысанаға көшті. Тарлан өз көзіне өзі сене алар емес. Оның ең мықты, ешкімнен жеңілмеген бөрілері көз алдында кәдімгі бұтақтар сияқты сынып жатты. Қараңғылықтың ішінен тек қара сұлба ғана көрінеді, ол бір орында жарты секундтан артық тұрмайды. Оның әрбір қимылы өліммен аяқталып жатты. Бұл адам емес еді. Бұл олардың артынан келген жаза болатын. Артқа шегініңдер, шашыраңдар, деп бақырды Тарлан өзі 312-ші бөлменің, яғни Зейнеп апа жатқан палатаның есігіне қарай ұмтылып. Ол мына құбыжықты тоқтатудың жалғыз жолы кемпірді кепілдікке, заложникке алу екенін түсінді. Бірақ Арман бұл қадамды алдын ала есептеп қойған. Тарлан есіктің тұтқасына қолын соза бергенде, қараңғылықты тіліп өтіп бірдеңе ызыңдап ұшты. Сарт! Арманның лақтырған қара титан қанжары Тарланның оң қолының алақанын тесіп өтіп, ескі ағаш есікке қадалып қалды. Тарлан жанұшыра шыңғырып жіберді. Оның қолы есікке шегеленіп қалған еді. Ол бос қалған сол қолымен тапаншасын шығаруға тырысты, бірақ үлгермеді. Арман оның қақ алдында елесше пайда болды. Ол Тарланның сол қолын білегінен ұстап кілт бұрады. Сүйектің сынған дыбысы Тарланның шыңғырған даусымен ұласты. Содан кейін Арман оның ішінен тізесімен ауыр соққы жасап, Тарланды есікке жапсыра қысып тұрды. Дәліздегі атыс тоқтады. Қалған 5 жалдамалы еденде ыңырсып қансырап ес-түссіз жатты. Небәрі 1 минуттың ішінде 12 қарулы кәсіби жауынгер бір ғана сағатшының алдында күл-талқан болды. Ажалмен бетпе-бет. Тарланның көздерінен жас пен қан араласып ағып жатты. Ол есікке қадалған қолын жұлып алуға тырысқанымен қанжар тым терең кіріп кеткен еді. Ол Арманның бетіне қарады. Арманның көздерінде ешқандай жеңістің қуанышы да, ашу да жоқ. Тек мұздай суық бос кеңістік. Сен кімсің өзің? Қай тозақтан келдің? Деп ыңырсыды Тарлан демі жетпей. Арман оның тамағынан ұстап сәл қыса түсті. Оның дауысы дәліздің қараңғылығында қабірден шыққандай естілді. Мен сендер оятпауы тиіс болған адамын. Сендер ақша үшін адамдардың өмірін бұзасыңдар, ал мен сендер сияқтыларды бұзу үшін жаратылғамын. Арман бос қолымен Тарланның кеудесіндегі рацияны жұлып алды. Рацияның арғы жағында Батырдың байланыс орталығы әлі де тыңдап отырғанын ол білді. Ол рацияның батырмасын басып тікелей Батырға арнап сөйледі. Батыр, сен менің шеберханама иттеріңді жібердің. Мен оларды кешірдім. Бірақ сен менің анама қол создың. Бұл сенің өміріңдегі ең соңғы қателігің.
Сенің бөрілерің жойылды. Енді кезек сенікі. Қанша күзетің болса да, қанша қаруың болса да, бұл сені құтқармайды. Мен сенің артыңнан келе жатырмын. Арман рацияны еденге лақтырып, оны ауыр бәтеңкесімен мүжіп тастады. Содан кейін ол Тарланның қолындағы қанжарды суырып алды. Тарлан еденге сылқ түсіп, аурудан есінен танып қалды. Бөлме ішіндегі тыныштық. Арман 312-ші бөлменің есігін ақырын ғана ашып ішке кірді. Бөлме іші тып-тыныш. Төсекте Зейнеп апа терең ұйқыда жатыр еді. Шипажай дәрігерлері берген мықты тыныштандыратын дәрінің әсерінен ол дәліздегі атысты да, айқайды да естімеген болатын. Арман анасының жанына келіп тізе бүкті. Ол қанға боялған қолғабын шешіп анасының маңдайынан сипады. Оның суық, қатыгез көзқарасы бір сәтке жібіп, ішіндегі мейірімді ұл қайта оянғандай болды. Кешіріңізші мені, анашым. Бұл қорқыныштың бәрін сіздің өміріңізден бір жолата өшіремін деп күбірледі ол. Арман бөлменің терезесін жауып, сыртқа шықты. Дәлізде жатқан жалдамалылардың денелерін бір бұрышқа сүйреп тастап, олардың қаруларын жинап алды. Ол шипажайдың күзетшісін оятып, оған ештеңе айтпастан, қалаға қарай қайта бет алды. Оның уақыты аз еді. Батыр енді оның кім екенін толық түсінді. Батыр қашып кетуі мүмкін, немесе бүкіл қаланы аяққа тұрғызып, нағыз соғыс ашуы мүмкін. Бірақ Арман шешім қабылдап қойған. Ол бұл түнді Батырдың империясының соңғы түні ғана емес, Батырдың өзінің де соңғы түні ғана етемін деп серт берді. Мотоциклдің гүрілдеген дауысы қараңғы тау ішін жаңғыртып, төменге қарай құлдырады. Сұңқар ғимаратында Батыр өзінің ажалын күтіп отыр. Ендігі кездесу ақырғы кездесу болмақ. 6 бөлім. Айдаһардың қамалына, шабуыл және төбеден төнген ажал. Алматының түнгі көшелерінде нөсер жаңбыр құйып тұр. Арманның қара спорттық мотоциклі сулы асфальтты тіліп өтіп, сағатына 200 шақырым жылдамдықпен қала орталығына қарай ұшып келе жатты. Оның жүрегіндегі үрей басылған, орнын тек суық, есептелген қаһар басқан. Ол анасының аман екеніне көз жеткізді, енді оның артында оны тоқтататын ешқандай кедергі қалмаған еді. Дәл осы уақытта қаланың орталығындағы 20 қабатты Сұңқар ғимаратында нағыз дүрбелең болып жатты. Батыр өзінің кең кабинетінде рациядан естіген Арманның даусынан кейін алғаш рет нағыз қорқыныштың не екенін сезінді. Оның ең элиталық 12 жалдамалысы, бөрілері бір ғана адамның алдында күл талқан болғаны оның миына қонар емес. Бұл адам емес, бұл оның 20 жылдық қылмыстық өмірінің соңынан келген жаза еді. Батыр үстеліндегі барлық телефондарды жұлып алып, қорғанысқа бұйрық беріп жатты. Ғимаратты толықтай бұғаттаңдар. Барлық есіктерді темір жалюзимен жабыңдар. 1-ші қабаттан бастап 20-ші қабатқа дейін әрбір бұрышқа қарулы күзет қойылсын. Деп бақырды Батыр, көзі шарасынан шығып. Оның даусындағы баяғы салқындық пен тәкаппарлықтың ізі де қалмаған. Батырдың бұйрығымен ғимарат нағыз қамалға айналды. 50-ге жуық қарулы жігіттер, бұрынғы сотталғандар мен жалдамалылар ғимараттың ішіндегі баспалдақтар мен лифттерді бақылауға алды. Олардың қолдарында помповой мылтықтар мен автоматтар бар. Олар өздерін қауіпсізбіз деп ойлады, өйткені бір адам мұншама әскерді бұзып өте алмайды деп сенді. Бірақ олар көлеңкенің ешқашан алдыңғы есіктен келмейтінін білмеді. Көктен түскен қауіп. Арман ғимаратқа тікелей барған жоқ. Ол мотоциклін Сұңқар ғимаратымен көршілес салынып жатқан биік жаңа құрылыс нысанының жанына қалдырды. Құрылыс басында биіктігі 100 метрдей болатын алып мұнара краны, башенный кран тұрған. Жаңбыр мен желге қарамастан, Арман жалаң қолмен арнайы жабдықсыз кранның басына қарай тез әрі дыбыссыз өрмелеп шықты. Кранның ұшына жеткенде, ол Сұңқар ғимаратының 20-ші қабатының шатырына дейін 50 метрдей қашықтық бар екенін есептеді. Ол белдігінен титан ілгегі бар арнайы кевлар арқанын трос шығарып, оны кранның ұшына бекітті де, екінші басындағы ілгекті ғимараттың шатырындағы желдеткіш құбырына қарай бар күшімен лақтырды. Ілгек темір құбырға сырт етіп ілінді. Арман арқанның беріктігін тексеріп, 100 метр биіктіктегі тұңғиыққа бір қаратта, ешқандай ойланбастан, арқанмен сырғанап қараңғылыққа қарай сүңгіп кетті. Ол шатырға ешқандай дыбыссыз, мысықша жұмсақ қонды.
Шатырда екі күзетші жаңбырдан қорғанып, шатырдың қалқасында темекі тартып тұрған еді. Олар төбеден түскен ажалды байқамады да. Арман олардың ту сыртынан келіп, екеуінің де басын бір-біріне бар күшімен сарт еткізіп соқты. Екі күзетші ес-түссіз құлады. Арман олардың рациясын алып, ғимараттың орталық желдеткіш жүйесінің люгін ашты да, ішке қарай сүңгіп кетті. Енді аңшы қамалдың ішіне кірді. Қараңғылықтағы вальс. 19 қабат. Бұл қабатта Батырдың ең сенімді күзетшілері патрульдеп жүрген. Олардың саны 8 адам. Дәліз жап-жарық, әрбір бұрыш бейнекамерамен бақыланып тұр. Арман желдеткіш шахтасында жатып, өзінің электронды құрылғысын ғимараттың ішкі желісіне қосты. Ол бірнеше секунд ішінде ғимараттың қауіпсіздік жүйесін бұзып кіріп, барлық камераларды өшірді және жарықты сөндірді. Қабатта қою қараңғылық орнап, тек авариялық қызыл шамдар ғана жыпылықтап қосылды. Қызыл жарық бөлменің ішін нағыз тозақтың дәлізіндей қорқынышты етіп көрсетті. Жарық неге өшті? Қаруларыңды дайындаңдар. Ол осында болуы мүмкін, деп бақырды күзетшілердің бастығы. Олар қорқыныштан бір-бірінің арқасына сүйеніп, шеңбер жасай қорғанысқа көшті. Бірақ олар төбеден төнген қауіпті ұмытып кеткен еді.